Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әліппе, бірінші сынып, 35-ші сабақ. Тақырыбымыз з дыбысымен әрпі. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Яғни балалар енді тапсырмаларға назар аударайық. З қандай әріп? З әрпі таспаша және жазбаша түрде берілген. З әрпін түймелерден жасап көрсет. Балалар, яғни үйдегі түймелерден осылай з әрпін жасай аласыңдар. Ал енді балалар, суретке назар аударайық. Астыңғы суретте ненің суреті берілген? Қаздың суреті берілген, иә? Қаз сөзінде екі дауыссыз бір дауысты әріптер бар. Яғни з қаз сөзінде балалар з әрпі сөздің соңында кездесіп тұр. Ал енді оқушылармен сұрақ жауап. Мынау не? Суреттегі назар аударамыз, иә, суретке балалар. Мынау не? Бұл қаз. Қаздың нелері бар? Қаздың балапандары бар. Оның балапандары нешеу? Оның балапандары 5. Осылайша балалар сұрақтағы, яғни балалар суретке қарап сұрақ жауап осылайша қою арқылы біздер суретте ненің бар екенін, олар нешеу және оның балапандары нешеу екенін білдік. Енді балалар бірге здан келетін сөз, яғни қаз, көзілдірік, зебра. Тағы қандай сөздер білеміз балалар? Көз. Ал енді кітапта берілген сөздерді оқимыз. Аз, оз, қаз, қыз, азық, қазық, қызыл, қызық. Ал енді балалар, мына жерде берілген жұмбақты бірге шешейік. Қызыл, қазық, қызық, азық. Яғни бұл не балалар? Суретте ненің суреті берілген? Сәбіз. Осылай ұяшықтардың күшіне сәбіз деп жазамыз, иә балалар? Сәбіз сөзінде з әрпі қай жерде орналасқан? Яғни сөздің соңында келіп тұр. Балалар, енді шығармашылық жұмыс. Ұяшықтары берілген. Осы ұяшыққа қай сөздің аты келеді? Бірге табайық. Бірінші суретте қобыз. Қобыз, 2 буын. Екінші суретте көзілдірік, 4 буын, е? Үшінші суретте балалар зымыран, яғни 3 буын. Балалар, яғни з әрпі сөздің басында, ортасында және аяғында кездеседі. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.